Кинематиканың негізгі үш теңдеулері. Бұл өте маңызды, өйткені осы теңдеулердің көмегімен кинематиканың барлық есептерін шығаруға болады. Біріншісі V тең V0 қосу A көбейтілген T. V деген соңғы жылдамдық, V0 деген бастапқы жылдамдық, A үдеу, T уақыт. Екінші формуламыз X тең V көбейтілген T қосу 1 бөлінген 2 A көбейтілген T квадрат. X дегеніміз орын ауыстыру, V0 бастапқы жылдамдық, T уақыт, A үдеу. Және соңғы формуламыз V квадрат тең V0 квадрат қосу 2AX. V деген соңғы жылдамдық квадраты, V0 деген бастапқы жылдамдықтың квадраты, A үдеу, X орын ауыстыру. Енді осы формулалардың әрқайсына мысалдар келтірейік. Бірінші сұрағымыз автомобильдің бастапқы жылдамдығы 2 метр секунд, үдеу 1 метр секунд квадрат. Сұрақ: Т 4 секундтан кейінгі жылдамдығын және орын ауыстыруын анықтау керек. Соңғы жылдамдығын табу үшін біз бірінші формуланы қолданамыз. V тең V0 қосу A T. V0 бастапқы жылдамдық, есеп шарты бойынша ол 2-ге тең, үдеу 1-ге тең, уақыт бізде 4. 2 қосу 4, жауап 6 метр секунд. Орын ауыстыруға келетін болсақ, екінші формуланы қолданған дұрыс. Формуланы жазайық. X тең V0 T қосу 1 бөлінген 2 A T квадрат. Енді орнына қойайық. V0 есеп шарты бойынша бізде 2, уақыт бізде есеп шарты бойынша 4, қосы 1 бөлінген 2, үдеу есеп шарты бойынша 1, көбейтілген уақыт 4-тің квадраты. 2 көбейтілген 4, 8, 4 квадрат 16, 16 бөлінген 2, 8, 8 қосу 8, жауап 16 метр.